Бүгінгі хабарламамыз академик Тұрлыбековпен бірге дайындалған ақпарат. Бүгінгі тақырып Алла тағала адам баласы мен барлық тіршілік иелерін емдеу үшін бағдарламалаған және сіз білмеген сенсациялық жалғыз элемент йод туралы. Ал Құдайдың өзімен бағдарламаланған йодтың қасиеттерін тізімдеп өтейік. Бірінші, йод ағзаға түскенде зиянды бактерияны тапса, зиянды екенін танып өлтіреді, ал пайдалы бактерияны тапқанда оған тиіспейді. Йодта өзге бөтен деген тану бағдарламасы бар. Екінші қасиет, йод ағзаға түскенде кез келген вирусты танып өлтіреді. Үшінші қасиет, йод ағзаға түскен кезде паразиттер табады да оларды өлтіреді. Төртінші қасиет, йод ағзаға түскенде ауруларды бірсыпыра сканерлейді. Алдымен ең қатты зақымдаған мүшелерді анықтап, сол мүшелерден емдеуді бастайды. Бұл кезде йод адамға белгілі ретінде сол мүшелердің қысқа уақытқа ауырсынуын тудырады. Йодтың бұл ерекше сканерлеу қасиеті шынында да таңғалдырады. Бесінші, йод ағзаға түскенде тек тірі ғана емес, сонымен қатар жансыз патогендерді, мысалы хлор, фтор және бром сияқты токсиндер мен басқа да зиянды заттарды танып, оларды химиялық жолмен ыдырата бастайды. Содан кейін осы токсиндерді лимфа жүйесі, тер және зәр арқылы сыртқа шығарады. Алтыншы қасиет, егер йод ағзадағы токсиндердің құрылымын бұза алмаса, оны орап алып, лимфа жүйесі, тер және зәр арқылы сыртқа шығарады. Бұл процесс хелатация деп аталады. Грек тілінде хеле деген сөз қысқыш деген мағына білдіреді. Жетінші қасиет, йод ағзаға түскенде үмітсіз жасушаларды анықтап, оларды қалпына келтіре алмайтынын түсінген жағдайда йод, ол сол ауру жасушаларды өздігінен жойылуға бағдарламалайды. Яғни бұл апоптоз деп аталады. Апоптоз дегеніміз не? Ғылыми тілде апоптоз жасушаның бағдарламаланған өлімі. Нәтижесінде жасуша плазмалық мембранамен шектелген жеке апоптоздық бөлшектерге ыдырайды. Қаза тапқан жасушаның фрагменттері әдетте макрофагтар немесе көршілес жасушалармен өте тез, орта есеппен 90 минут ішінде фагоцитозға ұшырайды. Қабыну реакциясы дамымайды. Сегізінші, йодтың қасиеті. Біздің нанойодымыз ағзада 1,5 сағат жұмыс жасайды да, содан кейін 24 сағаттың ішінде зәр арқылы сыртқа шығарылады. Яғни ағзада біздің нанойод жинақталмайды. Тоғызыншы қасиет. Адамның барлық қаны әрбір 17 минут сайын қалқанша безі арқылы өтеді. Егер қалқанша безде жеткілі мөлшерде бейгормондық, яғни гормонға кірмейтін йод болса, онда ол адамның қанын залалсыздандырады және қандағы вирустар нанойодпен жанасқаннан кейін 90 секунд ішінде өледі. Йодты қамтитын гормондар бұл Т3 және Т4 гормондар. Т3 және Т4 гормондар үшін қандай йод керек болса, бейгормондық йод үшін де біздің нанойодымыз тұтынылса болады. 10-шы қасиет. Адам жеткілікті мөлшерде йодты тұтынған жағдайда, йод әрбір жасушадағы митохондриялардың көбейіп тіршілік етуіне көмектеседі. Ол өте маңызды нәрсе, митохондрия не екенін интернеттен оқып алыңыздар. Сол митохондриялар олардың АТФ өндіруін керекті мөлшерде сақтайды және болашақта адамға қант диабеті мен қатерлі ісік ауруларының пайда болуына жол бермейді. АТФ дегеніміз не? АТФ ол аденозин трифосфат. Тірі организмдер жасушаларындағы энергия алмасуда маңызды рөл атқаратын нуклеозид трифосфат. Бұл тірі жүйелерде болатын барлық биохимиялық процестер үшін универсалды энергия көзі. Осы АТФ-тың тапшылығынан адамда диабет пайда болады, одан кейін қатерлі ісік пайда болады, адамда жігер құрайды, адам әлсіре бастайды. Ал егер АТФ көп өндірілсе, АТФ-тің өндіруіне митохондриялар жауапты, онда адам дені сау болады, ұзақ өмір сүреді. Сол митохондриялар, ол бактериялар, оларға тамақ ретінде қоректену үшін йод керек. 11-ші қасиет. Йод ДНК деңгейінде жұмыс істейді. Егер ДНК-да соның ішінде генетикалық аурулар болса, онда йод ДНК-ны қайта бағдарламалайды және оның ақауларын түзетеді. Осылайша йод генетикалық, яғни тұқым қуалаушы ауруларды емдейді. 12-ші қасиет. Йод токсиндер мен патогендерді жоюдың оңтайлы жолын табуға бағдарланған. Егер жоюға арналған молекулалар өте үлкен болса, онда оларды асқазаннан құсу арқылы. Егер сәл кіші болса, онда тыныс алу жолдарының шырышты қабаты арқылы, яғни муколитикалық немесе қақырық түсіру арқылы.
Егер молекулалар одан да кіші болса, онда тер және зәр арқылы сыртқа шығарады. 13-ші қасиет. Егер адамның иммунитеті бұзылып, қауіпті вирустарды танымаса, онда йод ДНК-дағы кодты түзету арқылы осы патогендерді тануға үйретеді да, сөйтіп ағзаны сол аурулар, яғни вирустармен күресе бастайды. 14-ші қасиет. Егер адамның иммунитеті барлық организмдер мен жасушаларды зиянды деп қабылдап, оларға шабуыл жасай бастаса, онда йод иммунитетті қалыпты жағдайға келтіріп, мол цитокиндік дауылды тоқтатады. Цитокиндік дауыл немесе гиперцитокинемия иммундық жүйенің өте тез көбейіп, Т жасушаларының, макрофагтардың және табиғи киллерлердің белсенділігінің артуымен сипатталанатын әртүрлі қабыну цитокиндері мен химиялық медиаторлардың қорғаныш жасушаларымен бөлінуімен сипатталатын потенциалды өлімге апаратын реакция. Мысалы, коронавирус пандемиясы кезінде көптеген адамдар дәл осы цитокиндік дауылдан қайтыс болған. 15-ші қасиет. Йод бұл жоғарғы күшпен, яғни Алланың күшімен бағдарламаланған иммунитетті түзетуші, яғни иммунитет түзейді. Иммунитетті ынталандырушы, яғни иммунитет әлсіз болса, оны жігерлендіріп жұмыс жасататын зат, және иммунитетті модуляциялайтын ерекше құрал. Сіздің қолыңызда біздің керемет надайонымызды қабылдау мүмкіндігі бар. Сол себептен бізге мына телеграм арқылы мына телефонға хабарласыңыз. +7 777 055 44 00, болмаса желісіндегі адрестерімізді сайтымыздан табасыз. Сайтымыздың адресі www.yod.kz.